Жылына темекі тартушылықтардың салдарынан болатын түрлі аурулардан жер шарында 5 миллион адам қайтыс болады екен. Оның 600 мыңы балалар мен жасөспірімдер. Армысыздар, осы видеоны соңына дейін қарап пікірлеріңізді қалдырып, каналымызға жазылып кетіңіздер. Әрбір пікір біз үшін маңызды. Шынына келсек, темекі жаппай жою қаруына айналып келеді. Оның келтірген нұқсаны ядролық, химиялық және биологиялық қаруларды бірге алғандағы келген зардаптан асып түседі. Кейінгі жылдары темекі тартушылардың қатары қыз-келіншектермен толыға түсіпті. Бүгінде Қазақстандағы қыз-келіншектердің 9-8% нағыз темекі тартқыштар саналса, 12 жастан асқан балаларымыздың 7-5% темекіге әуестік дертіне ұшыраған. Қыз-келіншектердің арасындағы темекі тартушылық 18-25 жас аралығындағылар арасында өршіп тұрған жайы бар. Темекі шегу адамның орынсыз тілегінен туған бақытсыздық деген болатын орыстың ұлы белгілі ғалымы Догель. Адамның шеккен алғашқы сигареті оның басын айналдырып, жөтелдіріп, жүрегін айнытып, басын ауыртып, көптеген жағымсыз әсерлер беретіні белгілі. Байқасаңыз, адамды табиғаттың өзі оны сақтандырып тұрған тәрізді. Әйтсе де жас адамның ересек көрінуі, қатарынан қалмау, кәдеге шылымқор болып көрінгісі келу сияқты орынсыз тілектері оны шылымды үстін-үстіне шегуге итермелейді. Адам темекіге деген ағзасының табиғи жиренішті реакциясын жеңіп, ағзасын темекі түтініне үйретеді. Нәтижесінде темекінің улы әсері бірте-бірте әлсіреп, оның орнына қысқа мерзімді эйфория басады. Европаға темекінің Колумбтың матроста келгені тарихта белгілі. 1992 жылы европалық осы қайғылы датаның 50 жылдығын атап өтті. Ал Африка мен Американың халқы оның дәмін бірнеше ғасыр бұрын татқан болатын. Темекінің Европаға кеңінен таралуына француз ғалымы Жан Нико да себепкер болды. Ол теңізшілер әкелген темекі өсіріп, өзінің атымен аталған барлық ауруларға қарсы ем никотинді тапты. Алдымен темекі өсімдігінің сабақтарын кептіріп, ұнтақтап, оны иіскеу сәнге айналған еді. Кейіннен оны тұтатып шегу бұл дәстүрді ығыстырып шығарды. Бірте-бірте түрлі сигаралар, темекі трубкалары, папиростар мен сигареттер пайда болды. Бұл әдетте адамзат тарихындағы қасіретті қадам еді. Өйткені темекі шегу кезінде ауа оның жанып жатқан бөлігінен өтіп 30 градусқа дейін қызады. Табақ ыстықпен құрғақтай өңделіп, оның құрамынан бөлініп шыққан аммиак, көміртегі тотығы, шайыр, канцерогендер, көміртегілер, радиоактивті изотоптар мен түрлі улы заттар түтінге қосылады. Сонымен бірге түтін өкпені жалпы көлемі 100 шаршы метр болатын альвеоларын тұтастай толтырады. Өкпе эпителийінің мұндай үлкен көлемдегі жанасқан түтіндегі улы заттардың бөлшектеріне толығымен өкпе ткандерінің қанға өтеді. Демек, темекі шегу табақтың компоненттерінің тыныс жолдарымен өте тығыз және толық жанасу және зиянды әсер етуі болып табылады. Темекі түтінінің құрамы бірнеше жүздеген заттардан тұрады. Оның ішінде көптеген улы никотин, көміртегі тотығы, аммиак, күкіртсутегі, формальдегид, фенол, түрлі қышқылдар, қорғаныс, мышьяк, сынап, кадмий, кобальт, радиоактивті элементтер, құрамында канцерогенді бензопирен бар, темекі шайыр сияқты элементтер бар. Осы аталған заттардың кез келген адам ағзасына зиян тигізбей қоймайды. Никотин есірткі болғандықтан алдымен орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Темекіні шегудің алғашқы кезеңінде 1-2 минуттан кейін ол миға жетіп, оған жағымды әсер етіп, уақытша белсенділігін оятады. Адам эйфорияға беріліп, күш қосылғанын байқайды. Бірақ бұл қысқа мерзімді әсер ғана. Сондықтан адам темекіні үстін-үстіне шегуге мәжбүр. Бірте-бірте ол ағзаның үйреншікті стимуляры болып, адам өз әдетінің құлына айналады. Көміртегі тотығы қандағы гемоглобиннің эритроциттермен оңай және тез қосылып, өз орнына ағзаға қажетті оттегіге босатпайды. Одан ағзаның барлық клеткаларында оттегі жетіспеушілік туып,
ми нейрондары да зақымдана бастайды. Көгертуші қышқыл да ағзаның оттегі жетіспеушілігін тудырады. Ол оттегінің клетка мембраналары арқылы өтуіне кедергі жасайды. Сондықтан ата-аналар, оқытушылар, дәрігерлер бірлесіп отырып әдемі өмірдің сәніне айналған, денсаулыққа, қоғамдық моральға орын қалдырмай отырған темекі шегумен бітіспес күреске шығу керек. Егер осы видео ұнаса, каналымызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге әлем арнасы.